Бәріне сәлем достар, мен сіздерге бүгін қалай мектеп оқушысына немесе студентқа өзіне ақша табу керек екенін көрсететін болам. Біз бастаймыз. Біріншіден айта кететін жайт достар, егер сіздер жалқаулансаңыздар, ақша сіздерге келмейді. Сондықтан достар, жалқауланбайық, себебі жалқаулық түбі қорлық деп айтқан дұрыс келеді негізінде бұл жерде. Бұл екі жерде де сіздер ақшаны көп және жақсы таба аласыздар өздеріңіз жастарға. Мен бұны уверенмін достар. Сондықтан каналға лайк басып, подписка жасаңыздар. Ал біз қазір бірінші способқа көшетін боламыз. Сіздермен бірге Кариб каналы. Бірінші способ достар, ол промоутер болу. Егер сіз промоутер болу деген кім екенін білмесеңіздер, сіздер далада қағаз таратып тұрған адамдарды көресіздер деп ойлаймын достар. Сондықтан сол адамдарды промоутер деп атайды. Олар обычно, қалай киінгісі келеді солай жүреді, және де өздерінің графиктары болады. Сондықтан достар, промоутер дегеніміз өте жақсы жұмыс болып саналады. Ол жерде сіздер жақсы ақша тауып, 3 сағат ішінде почти 1000-2000 теңге таба аласыздар. Промоутер болу үшін сіздерге OLX немесе басқа сайттарға кіріп вакансия іздеңіздер, немесе обычный торговый центрдағы бутиктарға барып, сіздер өздеріңіздің промоутер бола аламыз деп айта аласыздар. Сол кезде сіздерге уже жоқ немесе өздерінің жауаптарын айтатын болады сол жерде. Промоутерлардың жақсы жері, үлкен адамдар мұнда практически болмайды, себебі барлығын жас балалар істейді. Примерно 12, 13, 14 жастағы балалар, может үлкен одан, может кіші. Барлығы сіз тұратын жерден байланысты болады. Бұл бірінші способ, промоутер болу. Қазір екінші способқа көшеміз. Способ уже үйден жасауға болады достар, ол AliExpress. Бірақ бұл сіздерге ең жаман жері, сіздерге басында какой-то ақша керек болады, себебі ол былай жұмыс істейді достар. Сіздер AliExpress-на какой-нибудь затқа заказ бересіздер. Сосын кейін ол заттың бір жері, мысалы кимей қалады, мысалы бір жердің тігіліп тұрған жері ашылып, жаман тігіліп тұрады. Сонда сіздер өз ақшаларыңызды толықтай қайтарып алуға әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Сіз просто продавецқа спор ашып жазасыздар. Товар сәйкес келмейді деп. Сол кезде сіздердің товарларыңызды, ақшаларыңыздың толық қайтарып береді, ал товар сізде қалады достар. Бұл өте ыңғайлы жұмыс. Сондықтан сіздерге рекомендация жасаймын. Лайк басып каналдарға тіркеліңіздер. Бұл Кариб каналы.